Бәріңе хайсыңдар, мен Sky. И және де достар, мен сіздерге бүгін өз серверлеріңізге қалай мод қосуға болатынын көрсетемін. Өйткені Еркоштан көрген шығарсыздар, уже бір модтар қосып, бір істеп сондай дейді. Ал ол оңай зат. Ең оңай зат. Мен сіздерге оны қазір көрсетемін. Мен қазір өз сервер ашып, сол серверде отырмын қазір. Так что және де достар, мен сіздерге бүгін Aternos'тан қалай, серверге қалай модтар қосуға болатынын көрсетемін. Ал біз кеттік. Міне Aternos'қа кіреміз. Серверді қалай ашу керек екенін білмесеңіздер, мен алдыңғы видеомды көрсеңіздер болады. Міне мен уже сервердің дайын тұр, полный. Өз версияма, өз неме. Енді мына жақтан навкат мұжамызда. Енді бұл жақтан файлы таңдаймыз. Алдыңғы видеоны көріп алыңыздар достар, өйткені сол жақта мен бүкілін жасап қойдым. Міне файлға кірдік. Енді ол жақтан Packsқа кіреміз. Packsқа кірген соң кішкене күтеміз. И міне сосын мына батырманы мұзамыз, загрузиттің ар жағында, ортасындағысын, короче, среднийді. Ол бізге папка қосады. Міне бұл папкаға біз behavior деймізді, сызықша pack деп жазамыз. Бұл мод қосатын болады. Тағы да бір папка ашамыз. Бұл уже ресурс пак болады. Ресурсе, міне ресурсе өйстіп жазылады. Бұған да сызықша и pack болды. Міне уже пак міне ашылды. Енді мен мысалға сіздерге өзімнің бір немді қосып берем. Бір мод мысалға action unstuff'ты қосайық, анимацияға. Ол үшін ресурс пакқа кіреміз, өйткені ол ресурс пакта істеп тұрады. Если бір мод қосқыларыңыз келсе, екеуіне де BH дегенді behavior packsқа rp дегенге ресурс пакқа қоямыз. Мына жақта загрузить мұжамыз, ол жақтан файлы таңдаймыз. Міне достар, енді бұл жақтан достар ресурс пакты таңдаймыз. Міне ресурсе пак. Текстері ауысып кетті ғой деймін достар. Текстері ауысып кетті. Енді загрузить мұжып, жаңағы сол менің істегенімді қайталаймыз. И потом соңында достар мен сіздерге көрсетемін. Мод істей ма, істемей ма. Так, daily алу болмайды. Міне action stuff. Загрузить мұждық. Ең қазір аяқта павоска шығу керек, сол павоскада жазып тұрады. Күтеміз, өйткені уже. Міне. Мынау, короче, черный болып полный толғанда, ол нормально істейді. Міне қазір ақырындап толға бастайды, сол до конца толған күтеміз. Сосын бірақ серверді қосып, мен сіздерге қазір көрсетемін. Міне ақырындап толып жатыр. Осы толған до конца күтеміз. Міне уже жартысына келді. Міне уже 18 мегабайт деп тұр, бірақ 19 мегабайттық. Енді бүгін қазір толады до конца, сосын қосылады. Так что достар, лучше осындай 19-20 сондай мегабайттық модтарды қосыңыздар. Или 1 мегабайт сондай ғой енді модтар все-таки. Андай 30-40 сондай бар, ондай модтарды қоспаңыздар, өйткені олар ұзақ күтеді уақыттарыңыз. Или уақыттарыңыз да қоя болса нормально. Міне мод дайын. Енді біз серверге барамыз. И енді серверді запустить етеміз. Запустить.
серверім қосып ат. Міне уже сервер қосылады қазір. Подготовка и загрузка. О, запуск уже осып отыр. Интернет что-то нормально істеп кетті. Жаңа қуып атыр. Ой, шешең. Қазір Майнкрафтқа кіреміз сразу. Міне Майнкрафтқа кіріп атырық. Mojang Studios. Міне уже дайын менікі. Міне скинім шықты, значит уже серверге кірсек болады. Енді міне. Если что, достарына Алтын Ордаға кірсеңіздер болады. Алтын Орда дерзкий сервер, мен де ойнайым. Бұл менің серверім болмайды, бірақ ештетпейді. Өйткені ол Еркоштың сервері, мен бұл жақта қазір ойнап жатырмын. Өйткені қазір вайп болып жатыр. Ол вайп деген ол, короче, мир өшіп, новыйдан мир ашып, короче, басынан бастайды бәрі. Міне мына уже Fireman'ге қайтан кіреміз. Присоединиться к серверу. И енді күтеміз. Міне уже достар мод қосып тұрған көріп тұрсыздар. Енді қазір бәрі смело болады. Енді мен достар настроить етпедім, так что өзінің 64x-інде тұр. 64x-і, 64x-дің несі. Оны да жөндеуге болады, бірақ оны өздеріңіз реттеп аласыздар. Мен, короче, міне анимацияға осы экшннан став. Ой, шешең. Ебать. Бір жаман достар, сервердегі мобтар кәдімгіден қарағанда мықтырақ басындар. Мынан жарылған қарағанда. Әдемі жарылады. Короче, достар, мен сіздерге қалай мод қосу кереккен көрсеттім. Бір мод арқылы экшннан став. Короче, осындай базар, Майнкрафттың базарында сатып алатын модтарды менің телеграм каналымнан көшіріп алсаңыздар болады. Ал бәріңе сәттілік тілеймін. Бәріңе пока.